30 жасар Жека студент қызбен жалғыз қалып, лучше басынан бастап айтып берейін. Жека деген жігіт мұғалім болып істейді университетте. Әр жыл сайын университетке 18, 17, 19 жастағы қыздар бірінші курсқа келетін. Университетте оқитын. Сол кезде Жека мұғалім өзі әдемілеп киініп алады, үйленбеген, жасы 30-да бір қыздарды ілдірсем деген бір арманы болады. Жыл сайын жаңадан қыздар келеді. Әрқайсысына бір өзіне ұнағандарына бір көзімен қысып, бір нәрсені білдіріп, былай ымдап деген сияқты қалжыңдап ойнаған болып, сондай намектарды тастайтын. Бірақ сол 5 жыл бойы, яғни 25 жастан бастап жұмыс жасайды. 5 жыл бойы оның жолы болмай жүреді. Сөйтіп, сол 30 жасқа келген кезде университетке бірінші курстағылар келеді. Как раз Жеканың сабағы сол бірінші курстарға беретін еді. Сөйтіп сабақ басталады. Өңкей қыздар екен группада, тек 1-2 ғана ұл бар екен. Жека өзінше киініп алып, керемет киініп алып, әңгімеге тойдырып, қыздарды күлдіртіп, өзін таныстырып, керемет жағынан өзін көрсетіп, қыздарға "Если что, мен бойдақпын" деген сияқты прикол тығып дегендей қыздарға жымыңдап жүреді. Сөйтсе, сол жерде бір қыз басы қатты айналып қалады, 18 жастағы ауылдан келген қыз. 18 жастағы қыз өте әдемі, өте жаңағыдай сыпайы қыз еді, бірақ ақкөңіл қыз еді ол. Жігіттерге сенгіш, алдап кетуі мүмкін деген сияқты ондай ойлардан жігіттерге сенгіш, алдап кетуі мүмкін деп сондай нелерден алыс еді. Сөйтіп бір күні ұнатып қалады действительно енді Жеканы. Жека өзінше қаланың баласы сияқты сөйлеп, машинасы бар астында, көлігі үйі бар. Соны айта береді қайта-қайта, "Ой, үйге қол жеткіздік, білімнің арқасы, мен білімдімін, машина алдым жақында, қымбат машина салоннан" деп айта береді. Бірақ негізінде жаңағы 18 жастағы ол қыздың аты Айгүл еді. Айгүлге ол нәрселері қызық емес, тек қана ол сол түріне қарап, сөйлеген сөздеріне қарап бір күшті сияқты адам көрініп, соны ұнатады. Сөйтіп бір күні WhatsApp-тан нөмірін алып, ағай болғаннан кейін бәрі нөмірін алады, ауыстырады, жаңағыдай оқу мәселесін сұрайды деген сияқты, группаға қосады деген сияқты. Сөйтіп сол ағайға жазады: "Сәлеметсіз бе, мен сізді ұнатып қалып едім, сіз қатты" деп. Сөйтіп "Ұнайсыз, анау-мынау, басыңыз бос па" деп жаңағы Айгүл деген қыз жазады. Бұл кім дейді? Ана айтады, ана Айгүл деген қыз айта алмайды кім екенін. Сосын Жека ойланады, тек кім қыздар жазады маған? Прикол тастап жатқан достарым шығар, или әріптестер шығар, анау-мынау приколдар бітпейді. Сұрады да боқтап жүреді, "Басты қатырмаш, анау-мынау" деп. "Не мазақ қылып отырсың" дейді. Сосын ана Айгүл біртүрлі болып қалады жанжыды. Айтады, "Мен ол мазақ қылып жатсың ғой" дейді. Сосын Айгүл біртүрлі болып қалады. Бір жағынан енді Жекада білгісі келеді, анықтап. Сөйтеді де бір күні басқа нөмір сатып алады да сол нөмірге WhatsApp-қа жазып көреді: "Сәлеметсіз бе, мен анаумын, сіз кім боласыз" деп. Сөйтіп Айгүл екені оның ақыр біліп алады. Оған да жазады: "Мен сіздің сыртыңыздан ұнатып жүр едім" деп. Жека жазады да жаңа Айгүлге обратно басқа нөмірмен. Сөйтсе, "Мен сізді ұнатып жүріп едім, сіздің анандай, сіз өте әдемі қызсыз" деп кәдімгідей біреудің суретін алып жібере салады. Түрі онша еместеу біреуді тауып алып интернеттен. Сосын Айгүл ренжиді, "Мені мазақ қылып жатыр ма" деп. Айгүл суретін жібереді да сол. Айгүл себебі андай ақкөңіл қыз еді да. Сол кезде Айгүлдің суретін көріп Жека таң қалады. "Мынау бірінші курстағы Айгүл ғой, 18 жастағы әдемі қыз. Мен осыған да көзім түспеді, бірақ үмітімді үзіп едім, маған қарамайтын шығар" деп. Сөйтсе Айгүл екенін біліп, дереу өзінің нөмірімен WhatsApp-на жазады. Сөйтсе Айгүл дейді, "Алдында жазғаныңды білем, кешірші, бірақ мен өткендегі достарым ба" деп. Сөйтіп жиі қалжыңдайтын, кішкене көңіл күйім болмай тұрған сол кезде деп Айгүлден кешірім сұраса, Айгүл бірден: "Жо, түсінем ғой, сен де жақсы қызсың, мүмкін кездесіп көрерміз, мүмкін сөйлесіп көрерміз, кеңінен танысып көрерміз" дейді. Сосын бір кезде "Жарайды, онда сабақтан кейін паркте кешкі сағат 8-де кездесек" дейді. Күздің кезі ғой енді, жылы кездер, сентябрьдің аяғы, қазан айының басы дегендей. Сөйтіп паркке келеді. Сөйтсе жаңағы Айгүл келеді, әдемі киініп киіп, әйтеуір барын киіп, жаңағы не қылып, боянып, не қылып киініп келеді. Себебі бұл жігітпен кездесіп көрмеген Айгүл. Бірақ кім? Жека талай қызды сындырған, талай қызды қиратқан, талай қызды тастаған деген сияқты сондай бір
тілімен жағына сүйенген, мұғалім жігіт бір жағынан ақшасы бар, абырой бар дегенде өзінше келеді. Сөйтіп екеуі сөйлеседі, екеуі құшақтасады. Бірінші кездесуде екеуі сүйісіп кетеді соғырысып. Бірақ Айгүл ондай нәрсені түсінбейді не болып жатқанын. Бірақ кайфқа, ләззатқа берілгеннен кейін барлық жерін ұстатып қояды. Сосын бір кезде Жека бас айналып қатты тұрып кеткеннен кейін, жүр квартираға барайық, анау қылайық, мынау қылайық, просто отырайық, сол жақта ыңғайлы, типа күн салқындап кетті деген сияқты квартираға алып келеді. Сөйтсе Айгүл түсінбейді негізі не болып жатқанын. Сөйтіп квартираға келіп жатқызып, ана жерін ұстап, мына жерін ұстап, кәдімгідей кайфын шақырып, сол кезде Жеканка тұрып кеткеннен енді кәдімгідей періп тастағысы келеді. Бірақ Айгүл қыз, тіпті жігітпен жүрмеген, ерден сүйіспеген. Айгүл айтады, не істеп жатсыз дейді, қатты қозып кеттім. Жоқ, ойбай, олай тиіспеңіз маған, анау мынау мен қызбын әлі, өтініш. Істейтін болсаң, үйленіп қана істейміз, некемен ғана істейміз. Мен ертең ондай қор болғым келмейді, ондай нәрсені аулақпын, бірақ сен менің өйтіп қиналып жатқанымды пайдаланба деп кәдімгідей кімге жалынады. Мен де қазір шыдап тұрмын әрең дейді да. Айгүл айтады, жалынады. Сосын ана жерде кім тұрып кеткен реально. Мүшесі тұрып кеткен Жека ары не қылады, бері не қылады, шыдамай кетеді бір кезде. Ана жақта бөлмеде кім жалынып жатыр, Айгүл. Өтініш тиіспеш маған, тиіспеш деп. Себебі оны одан сайын қоза берсе, Айгүл беріп қояды да, уже байқамай, шыдамай. Соны біліп, пожалуйста, маған мені не қылшы, тиіспеш өтініш дейді. Сөйтіп ол екеуі де қозып тұр енді. Кетіп қалайын деп бір әрең тақалып шетіне келіп тұр да, уже кетейін деп тұр да, уже шешіп тастаған, салбыратып қойған, уже тұрып тұр мындай. Айгүлді дайын жатыр, Айгүлдікін де шешіп тастаған, жалаңаш екеуі. Сосын бір кезде кім ойланады, туалетке шығып кетеді, туалетке кіреді сөйтіп тұрады да, Жека ойланады, мына қызды мен әйел қылып алсам ше, өте тіпті жігітпен жүрмеген қыз, тұрмысқа шығуға дайын тұр, мені ұнатып қалған сияқты, мені жақсы көріп қалған сияқты. Бұндай қызды жіберіп алмау керек, бұндай қыздан семья болу керек. Оқытып ақ жіберемін, өзім оқытаймын, өзім не қылам деп келіп барады да, туалетке кіріп, Жека қолмен тастайды ғой мындай ше. Қолмен тастап, ағызып тастап, әйтеуір сөйтіп әрең дегенде құтылады жаңа. Сөйтіп келеді де, Айгүлге айтады, молодец дейді, қолынан сүйеді. Болды, киініп ал. Екеуміз онда жақсылап танысып, жақсылап жүрейік. Отношение құрайық, сен маған ұнадың. Мен түсінем дейді, сен жағдайыңды. Сен ауылдан келгенсің, ешнәрсе көрмегенсің дейді. Расында Айгүлдің сондай екенін Жека біліп қойды да. Сөйтіп екеуі сол жерде киініп, сол жерде Жека оны өзі киіндіреді, кәдімгідей қамқор қылып. Сөйтіп бір-бірін жақсы көреді бұлар. Сосын ол кімді, Айгүлді апарып тастап, үйіне ертесіне сабақ университетке келеді. Сөйтіп сол күннен бастап екеуі отношение құрып, кәдімгі қыз бен жігіт сияқты Айгүлге үйретеді. Ондай қылма, андай қылма, байқа, жігіттерге сене берме дейді. Сосын действительно бір-бірін жақсы көріп, сол жылы, яғни сол бірінші курстың аяқ жағында Айгүл Жекаға тұрмысқа шығады. Сөйтіп екеуі той жасайды, кәдімгідей шағын той жасайды, әріптестері келеді, студенттері келеді дегенде. Сол университетте жаңағыдай той жасап, кәдімгідей Айканы сөйтіп бір жаманшылықтан сақтап қалады. Жека шыдап өзін. Сөйтіп бір қыздың өмірін бұзбайын деп Жека семьялы болып, қуанып, сол алғашқы түнде аямай періп, кәдімгідей аңқылдатып, кайфпен кәдімгідей зато екеуі некемен болып, балалы шағалы болып, қазіргі уақытта кәдімгідей нормальный семья болып кетті. Міне көрдіңіздер, жас қыздарға айтатыным, жігіттерге айтатыным, біреуді бұзбаңыздар, жас қыздарға айтатыным, ауылдан келіп алып қалады, анау жоқ, мынау жоқ деп кәдімгідей айтатын әже жоқ, қой дейтін қожа деп білгендеріңіз істеп кетпеңіздер. Өздеріңіз абай болыңыздар, себебі ондай бұзылу какой-то секундтың арасында бола салады. Сосын бүкіл өмірлерің бұзылып кетеді. Сол үшін де міне абай болыңыздар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер, сау болыңыздар.